Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы 120 сабақ. Бүгінгі сабақ көрден алдан мен каналыма тіркеліп, қоңырау түймесін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз тақырып 120 сабақта 5-ші жаттығу, яғни 5-ші тапсырма мәтінді оқы. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар. Аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасында анамыздың суреті орналастырдық. Суреттің астында мен ана біздің күніміз деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын, дедім күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз, деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды, ананы құшағымызға алып сүйдік. Аналар мерекесі қашан тойланады? Мәтін кейіпкерлер аналарына қандай сыйлық дайындады? Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Мәтіннен қаратпа сөз бар сөйлем тауып жаз. Мәтін аналар туралы. Аналар мейрамы күніге мереке. Мысалы, аналар мерекесі мемлекетімізде, елімізде 8 наурызда аталып өтеді. Аналар мерекесінде барлығымыз сый-сапат беріп, аналарымызды қуантуымыз қажет. Енді бұл жерде мәтінде анасына өздері жасаған сыйлықты ұсынды. Мысалы, Асқар, Маржан балалары мектепте дайындаған, еңбек сабағын дайындаған кестесін тігіп, күн сәулесінің ортасына анасының суретін қойып, әдемі сурет, портрет қылып жасап берді. Анасы бұған қатты қуанды. Енді бұл жерде мәтіннің анаға құрмет дегені, яғни анасын сыйлау, анаға құрмет жасау, олар мерекелерінде, туған күндерінде ерекше сыйлық, сый-сияпат беру қажет. Бұл жерде анашым, мерекеңіз құтты болсын деген сөз бұл қаратпа сөз болып табылады. Біз сізді жақсы көреміз деген сөз де қаратпа сөзге жатады екен балалар. Енді 6-шысы өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз дейді. Бұл жер тапсырмада, мысалы, ана біздің күніміз, ананың біз гүліміз, ұландарды қуантып, ұзақ өмір сүріңіз. Ана біздің күніміз деп үлеп белгісі, ананы біздің гүліміз деп осылай нүкте қойсақ та болады. Келесі 7-ші ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағымен сөзін сәйкестендір дейді. Ашық хат жазамыз, яғни тілек, кімге арналады, немен құттықтайды, қандай тілек жазылады. Тілек білдіруші кім деген сияқты қаратпа сөздер қолданамыз. Және осындай туған күніңмен, мерекеңізбен құттықтаймын, осындай тілек тілеймін деген сөздерді қолдануымыз керек. Ізгі ниетпен деп хатты аяқтаймыз. Туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз дейді. Дәл осындай үлгі бойынша туысқандарыңыз немесе досыңызға ашық хат жазасыз. Жазған ашық хаттың туралы жұбыңмен ой бөлісті, өзара тексер дейді. Мен сіздерге ашық хат жазып қойдым. Мысалы, мерге қымбатты нағашым, сізді бүгінгі туған күн мерекеңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, мықты күш-қуат, ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен жиеніңіз Асылзат деп жазсаңыздар, мысалы, бұл яғни таза ашық хат болады. Нағашысына деген жиеннің. Осылай сөздермен, қаратпа сөздермен жазып қойсаңыздар болады. Және осы ашық хатты достарыңызға көрсетіп, бір-бірлеріңіздің көріп тексеріңіздер қалай дұрыс жазылған. Енді 8-ші тапсырмада суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр дейді. Мысалы, бұл жерде 2 сурет тұр, біреу анасына гүл беріп жатыр. Мысалы, Сағадат анасына гүл сыйлады, немесе Сағадат анасына гүл теріп алып келді. Сөйлемдердің жай сөйлем түріне не
және сөйлем мүшелерін талда дейді. Бағлан апайының төгіліп қалған алмаларын жинауға көмектесті. Жай сөйлем түріне дейді. Сағадат зат есім, я, бұл астызамыз. Гүл сыйлады, бұл етістік. Гүл бұл да зат есім, анасына, кімге? Бағлан апайының төгіліп қалған алмаларын жинауға көмектесті. Бұлар етістік. Бағлан, зат есім, апайының, кімнің? Төгіліп қалған, не істеген? Нелерін, алмаларын зат есім, я? Осылай жазамыз балалар. Жай сөйлем түріне емес, күрделі сөйлем болып табылады бұлардың барлығы. Осылай жазып қойыңыз балалар.